Камзол әйелдер ұлт киімінің бір түрі. Оны көйлектің сыртынан киеді. Ол барқыт, пүліш, мақпал сияқты асыл, сапалы кездемелерден тігіледі. Камзолды кей жерлерде жеңсіз бешпент немесе кәжекей деп атайды. Камзолда жең де, жаға да болмайды, және екі өңірі тек тыс пен астардан тұрады. Камзолдық астары үшін көбінесе атлас, шағи, торғын пайдаланылады. Оның екі өңірі біріне-бірі сәл жетпей тұратындай етіп тігіледі. Сондықтан түйме орнына камзолдың алдын зергелер әшекейден жасаған, алтын, күміс жалатып, асыл тастан көз орнатқан қапсырма қадалады. Камзолдың желкесінен бастап екі өңіріне және етегін айналдыра алтын оқа басады. Не зер тігеді. Кейде құндыз бен түлкінің қара пұшпағынан әдіптейді. Қыздар мен жас келіншектер киетін камзол өте сәнді болады. Оның екі омырауына алтын, күміс жалатқан көз алар шарбақ түймелер, меруерт маржандар тағылады. Кейбір жерлерде күміс теңгелерді тесіп тағып қояды. Қазіргі кезде жергілікті өнеркәсіп орындары барқыт пен пүліштен сәндеп тіккен камзол шығаратын болды. Камзол жеңсіз, астарлы, жеңіл жастық киім. Дәл осындай камзолдың сан алуан түрін біздің дүкеннен де таба аласыздар. Тапсырыс беру үшін описаниядағы нөмірге хабарласыңыздар. Қымбатты тыңдарман, камзол тақырыбындағы шығарылым ұнаса, міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және камзол іздеп жүрген туысқандарыңызға жіберіп қойыңыздар. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Аман саулықта жүздескенше.